Ассалаумағалейкум достар, менің атым Азамат Қалабаев. Мен 16 жастамын. Мен 4-ші сыныбында көркем сурет есебіне оқимын. Мұғалімнің аты жөні Айсұлу Саматқызы. Менің диплом жұмысының тақырыбы бұл қыпшақ. Мен бұл жұмысты көшпен қолдандым. Мен бұны неліктен сауға шешім қабылдадым. Мені не шабыттарды, осы барысында қандай қиындықтар салған айтайын. Қыпшақ бұл орта жүзілік ру Торғай ауданына орналасқан қазақ халқының басқа да бірқатар түркі халықтарын негізі құраған ежелгі тайпа. Орта ғасырларда Орта Азия мен Шығыс Еуропаны мекендеген аса ірі ұлыстардың бірі. Бұл біздің тарихымызда сақталған. Бұрын заманда қыпшақ тілі болған. Қыпшақ тіліне қазақ тілі пайда болған, яғни олар қазақ тілді құруды. Суретте Қобыланды батырдың ескерткішін талдым. Неге? Не үшін? Қобыланды батырдың руы Қыпшақ. Суретте менің нағашымның жанұясын талдым. Және Қобыланды батыр өзінің арғы немерелерін көріп ұрпақтарға лайық. Барлық жанұя жиналып арғы атасының ескерткішінің маңындағы саябақта отбасымен кездесуге келді. Бұл идеяда менің тумаларым туралы айтылған. Мен сол үшін сауға шешім қабылдадым. Мен эскизді шығарып, идеяны шығарып, және мен оны тақырыпты Қыпшақ деп атап қойдым. Және сізге ұнайды деп ойлаймын. Көргеніңізге рахмет. Мен мақсатына жеткен деп ойлаймын. Назарыңа рахмет. Жұмысын мақсатына жеткен деп ойлаймын. Және сіздерге ұнайды деп сенемін. Назарыңа рахмет.